Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхудан келген бір хадисте пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламдан сұрадым: айюдзамби а'зам, күнәлердің ең күшті, ең ұлысы қайсыл күнә деп сұрадым дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам жауап берді: ан таджаля лиллахи ниддан ва хуа халақа, Аллах Таалаға шерик тұту. Аллах сені жаратса, өзі жаратып, жаратушы құдай болып тұрып, а сен Аллахқа шерик тұтқаның деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жауап берді. Қульту инна залика лa'азим, бұлай ор нәрсе екен деді. Андан соң емне дегенде ан тақтула валадака тахаф айятаама ма'a, сен менен қоша бірге тамақ, сенің дастарханыңда сенің тамағыңды сен менен қоша бірге жешінен қорқып балаңды өлтіруің деді. Андан кейін емне антузания халилата жай, андан кейінгі күні қоңшыңдың аялы менен зина қылуың деді. Туғандар, бізге бардығыз білеміз, шариғатымыздағы күнәлер бір қанша категорияға бөлінеді. Ор күнәлер, яна ошондой жеңіл күнәлер. Бирок ошол ор күнәлөрдүн дагы эң оорлору болот. Мына ошол ширк мисалы эң чоң күнөө бул динибизде, бул жер жүзүндө бул ширк деп билишибиз керек. Ширк бул Аллах Тааланын биринчи орунда жаратуучу Аллах Тааланын укугун тебелөө, мына ошол ширк болуп эсептелет. Аллах Таала ырыскыны берсе, Аллах жаратса, Аллах ырыскыны берсе, жашоонун баарын Аллах Таала көзөмөл кылып турса, бирок биз мына ушул Кудайдын берген абасынан дем алып, Кудайдын берген жашоосу менен жашап, бирок биз өзүбүздүн ибадатыбызды, сыйынуубузду Аллахтан башка тоо таштарга, дарактарга багыштап жибергенибиз албетте бул эң чоң күнөө болуп эсептелет. Мына ошол сыяктуу эле мына ошол коңушунун аялы менен зина кылуу дегени, туғандар, қоңышунун бардығызға белгілүү, бұл бізде сөз бар ғой, алысқы туғандан жақынқы қоңышу деген. Қоңышунун қоңышулық ақысы бар. Егерде ал қоңышун қапыр болса дағы, бирок қоңышулық ақысы болады, қапыр болса дағы. Ошондуктан қоңышу бұл адам үчүн эң жақын инсан. Ага жанаша, үй жанаша турган қоңышу менен жакшы мамиледе болуш керек. Қоңышуға зыян жеткирбеш керек. Эң жақын турган мына ошондой қоңышу, ошол коңушунун эгерде аялына назар салып, мына ошондой зина ишине бара турган болсо, албетте бул көчөдөгү жасаган зинадан, башка бирөө менен жасаган зинадан дагы акыбалы оорураак болуп эсептелет. Аллах Таала адамдын жашоосу толук кандуу жана укуктар тебеленбеген абалда болуш үчүн ар бирибиздин жашоодогу болгон милдетибизди Аллах субханаху ва таала дайындап коюп кеткен.